Сәлем достар, бүгін біз осы көк блокноттың екінші частын түсіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Біз келесі алдыңғы видеода осы рецепті деген жерден тоқтаған болатынбыз. Естеріңізде болса. Мына жерде осындай кармашка бар, оның ішінде рецептлардың түр-түрі бар. Әртүрлі журналдардан немесе басқа жақтардан алынған рецептілер. Келесі бетте осындай привет осень деген бет, мына жерде сентябрьдің қырындары. Ал келесі бетте бізде алғашқы қоңырау болатын онлайн болған кез, мына жерде сол кездегі расписание. Онлайн сабақ кестесі. Мына жерде осындай журналдан қырқылған сурет. Мына жерде цитаталар жазылған әртүрлі. Мына жерде жазулар, сосын осындай фантик. Мына жерде кофенің фантигі, оның ішінде этикетка бар. Келесі бетте жазулар, мынау былайынан ашылып жабылады. Тоже фантик бар. Келесі бетінде мына жерде күнделіктегі логин парольдар, мына жердегі фантиктер, тоже фантик, мына жерде киткаттың фантигі. Келесі бетте осындай әп-әдемі бет, қара түске осындай ақ ай менен жұлдыздар салынған. Келесі бетте жазулар, фантиктер, мына жерде осындай қағаз бар, оның ішінде сурет бар. Бізге мектеп бойынша осындай тапсырма келген болатын, біз соны сызып мұғалімдерімізге фотоға түсіріп жіберген болатынбыз онлайн түрде. Мына жерде фантик, тоже жазулар, мына жерде кстати чек бар. Мына жерде кармашка. Ал оның ішінде жазулар бар. Келесі бетінде фантиктер, жазулар. Мына бетте Қазақстан шоколады, ал оның ішінде жазулар бар тоже. Мына жерде наклейкалар. Мына жерде отбасы күні болған бізде Қазақстан бойынша. Мына жерде фруктылар, жемістер. Мына жерде осындай біз үшбұрыш бет етіп жасадық. Ал фантиктер. Мына жерде тоже кармашка, оның ішінде тоже рецепт бар. Ал мына жерде осындай сурет жасалдық, өйткені басқа нәрсе істеу мүмкін емес еді. Мына жерде, кстати, біз кулинарный коврик алған болатынбыз, ал мына жерде девушка в шляпе. Мына жерде осындай текст бар, чек мына жерде. Келесі бетінде миньоны, және де осындай сабақ кестесі. Мына жерде секретик бар, жазулар, наклейкалар. Мына жерде балалық шақтан естелік, яғни кішкентай кезде жазылған жазулар. Мақала ма сондай. Мына жерде жазулар, тоже фантиктер, мына жерде план бар екен, осындай кармашка. Мына бетте тоже жазулар бар и фантиктер. Мына жерде, кстати, осындай прикольный стикер бар. Мына жерде сен білесің бе деген осындай қызықты нәрсе. Жазулар, тоже жазулар, бұл жерде гербарий, фантиктер. Келесі бетінде осындай тоже жазулар мен фантиктер, наклейкалар. Мына жерде осындай тақпақ бар екен. Онлайн түрде барлығын видеоға түсіріп айтып жіберген болатын. Мына жерде тоже тақпақ бар екен. Мына жерде ұстаздар күніне тоже текст бұл жерде. Келесі бетте осындай көк түсті. Мына жерде Элза, сосын фантиктер, мына жерде 2004 жылдың осындай календарі. Келесі бетте осындай қызыл түсті пастамен жазылған жазулар және де Эйфелевая башня. Ал мына жерде чек, сосын жазулар бар. Тоже жазулар барлық жерде. Мына жерде тағы да жаңағыдай прикольный стикер. Мына жерде этикетка бар әртүрлі. Жаңа киімдер алған болатынбыз. Сол кездегі этикеткалар. Және мына жерде тоже этикетка. Мына жерде кітапша, бірақ оның ішінде ештеңе жоқ. Жазулар, фантиктер, наклейкалар. Қазақстан шоколады тағы да біз Қазақстан шоколадын көп жеп қолданамыз. Сосын мына жерде осындай жазулар, наклейкалар әртүрлі. Ал мына жерде осындай травникке жазылған жазулар. Сосын оның ішінде секретик бар екен, көп тұрған боласыздар. Сосын осындай жазулар, фантиктер. Мына жерде сүйікті музыкаларым, плейлистім. Солардың тізімі. Мына жерде фантиктер бар осындай, жазулар, тоже фантиктер. Ішінде бір қағаз бар екен. Мына жерде осындай, тоже секретик бар болу керек. Осындай нелер, фантиктер, осындай Бера деген шоколадтың фантигі. Мына жерде осындай қызғалдақтар. Ал мына жерде сәндемес болып қалмас үшін осындай сәндей салдық. Мына жерде кішкентай ғана суреттемен әсемделген бет. Мына жерде осындай кофе, фантигі. Мына жерде папита деген шоколад. Дәмі өте керемет екен. Солай сосын мындай бір сурет жасалған болатынмын. Наклейка сияқты қылып. Мына жерде фантиктер, кангоның фантигі, чокайырдың фантигі, ішіне де жазған жазулар. Бұл жерде қандай жазулар деп сұрап жатқан болсаңыздар, бұл жерде күнімнің қалай өткенін, маған ұнады ма, ұнамады ма, немесе арман тілектерім, және де цель, солардың барлығы да осы беттерге жазылатын болады. Сіздер де солайынан жазсаңыздар болады. Мына жерде жазулар жаңағыдай, шоколадка, мына жерде ноябрьдің календары. Сосын сағыздар әртүрлі, жвачкалар.
мына жерде осындай крокант наклейкалар мен осындай фантиктер және де жазулар. Мына жерде люблю готовить деп осындай журналдардан, әртүрлі жерлерден осындай суреттерді қарғап алып жабыстырып қойдық. Сосын мына жерде болса жазулар, фантиктер. Кстати, мына жерде ең күшті бет инстадағы гифтер. Өте керемет, мына жерде тоже гифтер бар. Әртүрлі аттары жазылған. Сосын мына жерде осындай фантиктер мен жазулар. Мына жерде тоже күшті бет, мына жерде лайфхактар бар. Тақтарды кептіруге, мысалы шөпті уксус кептіреді. Сондай сияқты, егер де сіздерге керек болса әрине. Мына жерде ура, демалыс, жаздық, бізде қыстық демалыс келіп қалған болатын. Так, мына жерде косметика. Біздің идея, біз көп косметика ала бермейміз, сол себептен де азғантай ғана косметика. Мына жерде осындай торттардың, осындай тізімі жасалған келіп жүрген. Так, келесі бетте Кангоның осындай фантиктері. Мына жерде кроканттың фантигі, осындай сәндеген. Мына жерде торттардың осындай суреттері, картоннан қырқып алынған. Так, мына жерде бір жазулар бар екен, парақ. Так, келесі мына жерде осындай суреттер журналдан қырқылған, мынау общий тетрадьтан қырқылған. Осындай қылып жабыстыра беретінбіз. Так, мына жерде лепешканың құрамы жазылған, рецептасы. Мына жерде осындай суреті бар. Наклейкалар мен жазулар мен осындай фантиктер әртүрлі. Кстати, бұл күнделікке уже 1 жыл толған болатын. Мына жерде 1 жыл деп жазып қойғанбыз. Так, келесі осындай рецептілер. Кекс на кефире, маффины, вкусняшки деп жазып қойған болатынбыз. Мына жерде осындай күздік атмосферадағы гербарий. Осындай Сергей сағатына жазған эссе. Сосын мына жерде осындай кармашка бар екен, ал оның ішінде осындай түрлі суреттер бар. Ішінде тағы бар, бірақ оны шығармай қояйын. Осындай фантиктер. Сосын мына жерде тоже бір нәрсе бар екен. Осындай тоже стих. Мына жерде чокопай. Осы жерде тағы да сағыздарды жабыстырған болатынбыз. Мына жерге фантики деп осындай әртүрлі фантиктер жабыстырдық. Мына жерлері бос өйткені оған уже идея болмады, себебі мына жерге осындай семіз бетке мына жерге жазу немесе басқасын жасау өте қиын. Жазу әдемі болмайды, немесе тағысын тағы. Мына осымен біздің көп күнделігіміз аяқталды, достар. Маған тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де менің алдыңғы видеоларымды да көріңіздер. Кстати, достар, менің сары күнделігім жақын ортада ғана аяқтадым. Соны келесі видеода көрсететін боламын. Оны да тоже 2 частқа бөлемін. Оны да қалдырмай көріңіздер. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.